Бес-ақ ингредиенттен жасалатын хачинеды бүгін жасаймыз. Мына эмир деген сулугуни сырын, яғни сулугуниді алып, үккіштен өткіземіз. Менде 300 грамм. Бұл ішіне салатын салмасы. Ал енді қамырын жасау үшін бізге 500 мл айран керек. Менде фудмастер, көріп отырғандарыңыздай. Сосын 550 грамм ұн қажет болады бізге. Біртіндеп қосамыз да, сөйтіп өте жұмсақ қамыр илейміз. Мен жаңағыда айранға кішкене тұзбенен сода қосуға ұмытып кеттім. Сол себепті осы стадияда қостым. Бір шай қасық тұзбенен, жарты шай қасық тұзбенен, жарты шай қасық сода қостым. Сіздер басында айранды қосып алуларыңызды өтінемін. Солай дәмдірек болады. Енді ақырындап өстіп араластырып алып, қамырымды илеймін. Қамыр өте жұмсақ болса, жаңағыдай табада піскен кезде жұмсақ болып, жегенге дәмді болады. Яғни 500 мл 500 грамм ұнды дұрыстап қосыңыздар да, өстіп ақырындап илеңіздер. Өстіп қамыр қылып илейміз. Ий қанғанын күтудің қажеті жоқ. Бірден жасай берсеңіздер болады. Осындай бөлшектерге бөліп, соны өте жұқа қылып жаямыз. Жабысып жатсақ, ұн сеуіп қойсаңыздар болады. Бәрінің қолынан келетін, күрізіндер асыласында сататын осы хачине өте дәмді болып шығады. Мен өзім жақсы көремін, және де сағынған кезде, сыр жегім келген кезде жасаймын. Міне бір уыстай сырды қоямыз да, оны пирожки секілді жан-жағын бәрін бітіп түйіп аламыз. Осындай өте жұмсақ болғаны дұрыс. Себебі піскенде оңай піседі. Сөйтіп түйіп аламыз да, оны теріс қаратып, ақырындап жаямыз. Ештеңе жағылмаған табаға осы жаңағыда шелпегімізді саламыз. Ештеңе жағылмаған болу керек, және де отымыз орташа болу керек. Қақпағын жайған кезде үстіп кішкене көтеріледі. Кейбір кезде жаңағыдай айранды мен бірінші тұз бен сода қосылған кезде ол кәдімгідей үлкен болып, биік болып көтеріледі. Сосын ақырындап айналдырамыз. Екінші жағынан пісіріп аламыз. Пісіру уақыты бір 3-4 минут. Қарап отырмасаңыздар, күйдіріп алуларыңыз мүмкін. Қарап отырып, міне алдық. Енді бірден сарымай жақсаңыздар, сарымай осы өзінің ыстығына еріп кетеді. Міне хачине дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Осындай хачинеден менде 8-9 дана шықты.